Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 25-ші сабақ фигуралар, сәуле, кесінді тақырып. Бірінші есіңде сақта дегенді оқып шығайық. Сәуле дегеніміз түзудің бір нүктесінен басталып, осы нүктенің бір жағында жататын және осы нүктені қамтитын бөлігін сәуле дейміз. Екінші кесінді. Кесінді бұл түзудің екі нүктесінің аралығында жататын және осы екі нүктені де қамтитын бөлігін айтамыз. Ал енді номері бірінші есеп тапсырманы орында дейді. Қағаз бен қарындаш ал. Қағаз бетіне бір нүкте қойып, оған сәуле жүргізетін болсақ, бұны біз сәуле деп атаймыз. Міне мен көрсетіп қойдым, осылай сызамыз. Екінші бізде екі нүкте қой және түзу сызық арқылы қос дейді. Егер біз олай қосатын болсақ, бұны кесінді деп айтамыз. Келесі балалар бізде номері екінші есеп. Қай фигуралар тең? Қандай түсті фигуралар тең дейді, я? Енді бізде шаршы дегеніміз балалар барлық қабырғалары бір-біріне тең болады. Бұл жерде бізде суретке қараймыз. Бұл жерде бізде жасыл түсті және де көк түсті бірінші және үшінші тұрған түсті шаршылар бір-біріне тең екен. Осылай жазып аламыз. Келесі балалар бізде номері үшінші есеп. Әр қатардағы фигуралар қандай белгісі бойынша жинақталған? Белгілердің бірі бойынша 4 геометриялық фигура сап дейді. Енді бұл жерде бірінші қатарда бізде барлығының түсі, пішіні, өлшемдері әр түрлі екен. Екінші қатарда барлығының түстері де әртүрлі және пішіндері бірдей. Үшінші қатарда барлығының түстері бірдей екен. Ал енді төртінші қатарда барлығының қабырғалары бір-біріне тең екен. Балалар, келесі бізде номері төртінші есеп тапсырма. Қосуға екі мысал және азайтуға екі мысал құрастыр және жаз дейді. Бірінші бізде 5, 2, 7 сандары берілген. Біз алдымен 5-ке қосамыз 2-ні, тең болады 7. Енді керісінше 2-ге 5-ті қосамыз, тең болады 7. Енді 7-ден 5-ті азайтсақ, 2-ге тең екен. Енді 7-ден 2-ні азайтатын болсақ, 5-ке тең екен. Енді келесі бізде 4 саны, 2 саны және бізге 6 саны берілген екен. 4-ке қосамыз 2-ні, тең болады 6. Енді керісінше 2-ге қосамыз 4-ті, тең болады 6-ға тең екен. Енді керісінше азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтсақ 2-ге тең, 6-дан 2-ні азайтсақ 4-ке тең екен. Келесі бізде соңғысы 3, 1 және 4 сандары берілген екен. 3-ке 1-ді қосамыз 4-ке тең, 1-ге 3-ті қоссақ та 4-ке тең болады екен. Енді біз 4-тен 3-ті азайтамыз, 1-ге тең, 4-тен 1-ді азайтсақ 3-ке тең болады екен. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Алда көптеген сабақтар шығып отырады.